Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сауат ашу сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі күндеріңе сәттілік тілеймін. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғатқа саяхат, ж дыбысы мен әрпі. Бүгінгі сабақта сен әріпті танып, ажыратып, және оны дыбыспен сәйкестендіруді үйренесің. Және сөздегі дыбыс түрлерін ажыратып, дұрыс дыбыстауды және сөздерді буындап, тұтас түсініп оқуды меңгеретін боласың. Ендеше, экрандағы суретке назар аударайық. Суретте нені көріп тұрсыңдар? Ат жарысы. Иә, балалар, жарыс сөзі қай әріптен басталып тұр? Иә, ж әрпінен. Олай болса бүгін ж дыбысы және әрпінің құпиясын ашып танысатын боламыз, балалар. Ал әріп құпиясын ашу үшін мына модельге көңіл бөлейік. Бірінші, дыбыстың дауысты немесе дауыссыз екенін білеміз. Екінші, сөздің басында, ортасында, соңында кездесе ме, жоқ па анықтайтын боламыз. Үшінші, оқулықпен жұмыс жасау, яғни оқимыз. Төртінші, әріптің жазылу ережесі, яғни жазылу элементтерімен таныса отырып, жазуға үйренеміз. Бесінші, әрбір сөздің буын санын анықтап, дыбыстық талдау жасаймыз. Модельге сәйкес сөйлем құрап, сөйлемдегі сөз санын анықтайтын боламыз алтыншыда. Осы модельге сәйкес бірінші құпиясын ашып көрейік. Ж дыбысының дауысты, дауыссыз екенін анықтап алайық. Кәне балалар, ж дыбысын айтып көрейікші. Ж. Ж. Әндетіле ме? Созыла ма? Жоқ. Ендеше балалар, созылмайды екен, әндетілмейді екен. Олай болса, ж дыбысы дауыссыз екенін білдік. Ал келесі тапсырманы орындау арқылы моделіміздің екінші құпиясы ж әрпінің сөздің басында, ортасында және соңында кездесетінін анықтаймыз. Олай болса, бірінші суретке назар аударайық. Бұл не, балалар? Сан. Қандай сан? 7 саны. 7 саны қай әріптен басталып тұр? Ж әрпінен. Олай болса, 7 сөзін буынға бөліп көрейік. Жеті. Иә, 2 буын екен. Яғни бұл сөзде 2 дауысты дыбыс екені белгілі болды. Бұл сөзді талдау арқылы ж әрпінің сөздің басында кездесетініне көз жеткіздік. Келесі суретке назар аударайық. Бұл не, балалар? Қонжық. Қонжық сөзінде ж әрпі сөздің қай жерінде кездесіп тұр? Иә, ортасында орналасқан екен. Енді қонжық сөзін буынға бөліп көрейікші. Қонжық. 2 буын екен. Яғни бұл сөзде 2 дауысты дыбыс екені белгілі болды. Бұл сөзді талдау арқылы ж әрпінің сөздің ортасында да кездесетініне көз жеткіздік. Келесі суретті көрейік. Ненің суреті? Морж. Морж сөзінде ж әрпі сөздің қай жерінде кездесіп тұр? Иә, сөздің соңында кездеседі екен. Енді морж сөзін буынға бөліп көрейікші. Морж. 1 буын екен. Яғни бұл сөзде 1 дауысты дыбыс екені белгілі болды. Бұл сөзді талдау арқылы ж әрпінің сөздің соңында да кездесетініне көз жеткіздік. Сонымен, балалар, бұл тапсырма арқылы не істедік? Иә, жоғарыдағы моделіміздің екінші құпиясы, яғни ж әрпінің сөздің басында да, ортасында да, соңында да кездесетініне тапсырма орындау арқылы
көз жеткіздік. Тамаша. Ал келесі тапсырманы орындап көрейік. Бұл тапсырманы орындау үшін сөз ойла, тез ойлау ойынын ойнап көрейік. Бұл жердегі тапсырманың шарты тек ж әрпінен басталатын сөздер ойлап айту. Олай болса, ойланып көріңдер. Жақсы, ойланып болсаңдар, сызбадағы сөздермен салыстырып көріңдер. Бірінші сөз жусан. Жусан дегеніміз не, балалар? Бұл өсімдіктің түрі. Соның ішінде шөпке жататынын білеміз. Екінші сөз жазира. Бұл сөздің мағынасы не? Кең дала, кең аймақ дегенді білдіреді. Сондықтан да көптеген қыз балалардың атын мінезі кең болсын деген мақсатпен жазира деп қояды екен. Ендеше адамның аттары бас әріппен жазылатынын білеміз, Келесі сөз жасырынбақ. Бұл ұлттық қозғалмалы ойынның бір түрі екенін білеміз. Келесі жүзік. Жүзік дегеніміз не, балалар? Әйелдер мен ер азаматтарға арналған әшекей бұйымның бір түрі екен. Жақсы, балалар, бұл тапсырмада не істедік? Ж әрпінің сөздің басында да кездесетініне тағы бір мәрте көз жеткіздік және сөздердің мағынасын білдік. Жарайсыңдар. Моделіміздің келесі құпиясын ашу үшін оқулықпен жұмыс жасайық. Оқулығымыздың 91 бетіндегі бірінші тапсырманы бірге оқиық. Жаға, жаса, жалау, жасау, жасыл, жайлау, жақсы, жаман, жылтыр, жауын, жарыс, жарас. Бұл тапсырмада қай әріптен басталатын сөздер болды, балалар? Барлық сөздер ж әрпінен басталады екен. Яғни, мақсатымызға жетуге тағы да бір қадам жасадық деп ойлаймын. Біз оқи білдік. Сабағымызды одан ары жалғастырайық. Моделіміздегі оқып үйрену құпиясын ары қарай жарыс әңгімесін оқу арқылы дамытып көрейік. Олай болса, оқулығымыздың 91 бетіндегі жарыс әңгімесін мен оқимын, сендер бірге оқып отырыңдар. Жарыс, жарыс, жарыс. Жайлауда ат жарысы өтуде. Жанаттың аты желден де жүйрік. Жарастың жорғасы мықты. Кім жарыс мәресіне тез жетеді? Жақсы, балалар. Тыңдай отырып, бірге оқыдыңдар деп ойлаймын. Олай болса, мәтіннің мазмұнын қаншалықты түсінгендеріңді білу үшін сендерге сұрақ қояйын. Ойланып көріңдер. Бірінші, жайлауда не өтті? Жайлауда ат жарысы өтті. Екінші сұрақ, кім жеңеді деп ойлайсыңдар? Жанат жеңеді. Үшінші, мәтінде қай дыбыс жиі қайталанып тұр? Балалар, ж дыбысы жиі қайталанып тұрғанын байқадық. Бұл тапсырма арқылы ж дыбысынан келетін сөздерді білдік. Оқу дағдыларыңды дамыта түстіңдер деп ойлаймын. Жақсы, балалар, жарайсыңдар. Балалар, сөз, мәтін оқу арқылы ж әрпінің баспа түрімен таныстық. Енді моделіміздің келесі құпиясы ж әрпінің жазу ережесімен, яғни қандай элементтерінен құралатынын білу үшін дәптермен жұмыс жасап көрейік, жазып үйренейік. Олай болса, дәптерімізді ашып, 18 бетіндегі ж әрпінің жазылу үлгілеріне назар аударайық.
Ж әрпінің жазылу үлгісі, балалар, Ж әрпі 3 элементтен тұратынын көріп отырмыз. Енді бас әрпінің жазылу үлгісіне көңіл бөлейік. Ж әрпінің бас әрпін жазу үшін үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Солдан оңға қарай доға сызықты үлкен жол ортасынан айналдырып, төмен тартамыз да, жазу жолының төменгі сызығына тигізе, доға сызықты сәл көтереміз. Жазу жолының жоғарғы сызығының доға сызықпен қиылысқан тұсына қаламыңды қойып, оңға қарай үлкен жол ортасына дейін көлбеу сызық түсіреміз де, бұрыш жасай отырып, сызықты тік төмен жазу жолының төменгі сызығына дейін жалғастырып, оңға қарай бұрыштап, көлбеу сызықты жазу жолының үстіңгі сызығына дейін доға сызып, сол сызық арқылы қайтадан төменгі жолға тигізе, оңға қарай сәл көтеріп доға сызық сызамыз. Балалар, бұл Ж әрпінің бас әрпінің жазу үлгісі. Енді кіші әрпінің жазу үлгісін тыңдап көрейік. Жазу жолының ортасынан жоғары қаламыңды қой. Солдан оңға қарай жоғарғы сызыққа тигізе, доға сыза отырып, төмен тартамыз. Сызықты астыңғы сызыққа тигізе, солға қарай иеміз. Доға сызықтың ортасына қаламыңды қойып, жоғары сызыққа дейін көлбеу сызық жүргіземіз. Сызықты төмен астыңғы сызыққа жеткіземіз де, оңға қарай бұрыштап, көлбеу сызықты жазу жолының ортасына дейін көтереміз. Енді осы сызыққа қосылатындай етіп, солдан оңға қарай жолды толтыра, тағы да доға сызық сызамыз. Олай болса, балалар, біз Ж әрпінің кіші әрпінің жазылу үлгісін білдік. Ендеше, дәптеріміздің 19-ші бетіндегі Ж әрпінің бас әрпін және кіші әрпін ұсынылған нұсқаулыққа сәйкес жазып көрейік. Ол үшін экрандағы дескрипторларды басшылыққа алайық. Бірінші, әр элементін сақтап жазады. Екінші, көлбеу жазады. Үшінші, көркем жазады. Балалар, бұл тапсырма арқылы моделіміздің тағы бір құпиясын аштық деп ойлаймын. Сендердің дескрипторға сай, көркем жазғандарыңа сенімдімін. Жарайсыңдар. Олай болса, сабағымызды қорытындылап көрейік. Ол үшін сабағымыздың басындағы модельдерге оралайық. Осы сабақта біз Ж әрпінің дауыссыз екенін білдік. Ж әрпінің сөздің басында, ортасында да, соңында да кездесетінін білдік. Ж әрпінен кездесетін сөздермен таныстық оқулықтан оқи отырып. Ж әрпінің дұрыс жазылу үлгісін білдік. Ж әрпі бар сөздерді буынға бөліп, дыбыстық талдау жасадық. Ал 6-шы құпиясы, яғни модельге сәйкес сөйлем құрау, келесі сабағымызға міндет болсын, балалар. Осы міндетті ала отырып, келесі сабағымызда Ж әрпінің тағы да құпияларын ашамыз деп ойлаймын. Олай болса, бүгінгі сабақта Ж әрпінің құпиясын аша алдық па? Сабағымыздың басында қойылған сұрағымызға жауап бере алдық па? Сол сұрағымыздың жауабын табу үшін тапсырмалар орындадық. Ендеше, мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. Жарайсыңдар. Бүгінгі күнге, балалар, мынадай кері байланыстың түрін ұсынғым келіп отыр. Барлығы ұнайтын болса, онда леп белгісін қоясыңдар. Ал егерде сұрақтарың болса, онда сұрақ белгісін қоятын боласыңдар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.